Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Қазақ әуесқой боксының болашағы бар. Бұны жақында аяқталған Азия чемпионатынан көрдік. Under 15 және Under 17 жасөспірімдер арасындағы аманда өткен жарыста Қазақстан құрамасы 16 алтын, 15 күміс және 13 қола медаль жиынтығын алып, жалпы командалық есепте бірінші орынды иеленді. Жалпы жасөспірімдер деңгейінде біз әлемдегі алдыңғы қатарда екендігіміз белгілі нәрсе ғой. Десе де бұл жолы бәсекелестік аса жоғары болды. Бұл World Boxingтың өткізген алғашқы Азия чемпионаты. Екінші орынға өзбектер 15 алтынмен тұрақтаса, үздіктер үштігін осыншама алтын алған үндістер түйіндеді. Жалпы бұл осы үш ел арасындағы біріншілік іспетті болды. Еуропа құрлығында орналасса да, қазір әртүрлі жарыстарға жіберіле беретін украиндар болды мұнда. Олар 5 алтын алды демесеңіз, қалғандары тіптен шаңға ілесе алмай қалды. Қазақтар мен өзбектердің жетістігі түсінікті, ал үндістерге жол болсын дейміз-ау. Кейінгі жылдары олардың ересектер боксында ілгері басушылық барын білгенбіз. Енді олардың жастары жоғары орындар үшін жағаласа бастауы алаңдатпай қоймайды екен. Әлемдегі ең көп халқы бар. Нақтырақ айтсақ 1 миллиард 480 миллион адам тұратын бұл елдің жастары қызығушылық танытып жатса, алдағы біршама уақыт ішінде әлемдік бокстың алды болайын деп тұрған секілді. Дегенмен әзірге 20 миллион халқы бар қазақтардың бірінші орын иеленуі мақтаныш сезімін тудырмай қоймайды екен. Өзбектердің өзі бізден 2 есе көп қой. Осы сан мен сапасын саралай келсек, қазақ боксы әлемдегі ең талантты бокс державасы болып тұр ғой. Мен жасөспірімдер бойынша айтып отырмын. Ересектермен олай мақтана алмаймыз. Әдетте үлкенге қарап үлгі алу керек деп жатады ғой. Бұл жолы кішіге қарап жолыңды түзе деген келеді екен қазақ боксына. Жастарға жарайсың демеппіз. Ең бастысы енді осы талантты балапандарды шашыратып алмай, қанаттандырып ересектер спортына аман есен жеткізуіміз керек. Бұл үшін атқарылар еңбек аз болмауы керек. Енді профи боксшыларымызға қатысты жаңалық айтқым келіп тұр. Әлемдегі ең беделді тұжырымдардың бірі WBA жаңартылған рейтингін жариялады. Оған сәйкес бірқатар қазақ боксшыларында рейтинг бойынша өзгерістер бар. Сондай бір керемет дей алмаймын, дегенмен алға басушылық байқалады. Супер орта салмақ бойынша Бек Нұрмағамбет 8-ші орында тұр. Бұл боксшы осы орында болған, демек позициясын сақтады деген сөз. Батыр Жүкенбаев та алға жылжымады. Біздің шебер бірінші жартылай орта салмақта 14-ші орында. Мұның өзі жақсы жетістік негізі. Жылдар бойы ол үздік 15-тің қатарына кіре алмай келген еді. Енді көз жетер аймаққа шықты. Ары қарай тек жоғарылап отырады деп ойлаймын. Ал ең жоғары позицияда тұрған боксшымыз Сұлтан Зауырбекте де қозғалыс болмады. Ол екінші жартылай жеңіл салмақ бойынша 2-ші орында тұр. Алдында Елнур Самедов қана. Ламонт Роуч мұнда чемпион. Бір саты жоғары көтерілу Елшат Нығметоллада болды. Аса жеңілірек салмақта WBA-ның азиялық чемпионы 14-ші орыннан 13-ке шықты. Елшат бұл орында көп тұрмайтын шығар. Келесі аптада ода өзгеріс болуы мүмкін, өйткені Нығметолла ертең Бангкокта кезекті кездесуін өткізеді. Оның қарсыласы намибиялық Филимон Нгутенанье болады. Бұл жігіт үшін мен өте қуаныштымын. Бір кездері білесіздер ғой, оның есімі елімізде қатты шулаған еді. Бұл бірінші ретте Қанат Исламмен байланысты болған. Қытайда бокспен айналысып бастаған Елшат елге келгенде оны қанатының астына алады. Бірақ бір кезеңде Ислам боксшының тағдырын тәлкекке қалдырып кеткен екен. Содан кейін Елшатта үлкен қиындықтар болды. Біраз уақыт боксты былай қойғанда өмірлік жағдайында күрделі жағдайлар туындаған. Бірақ баланың бағы бар екен. Былтыр оны елімізде жаңадан ашылған промоушн қатар қалды. Олармен бірнеше кездесу өткізгеннен соң Нығметолла жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп, қазір Ирфиннің басты активіне айналып отыр. Атақты Серік Қонақбаев ағамызбен байланысты бұл ұйым енді оны чемпион ету ісімен айналысып жүр. Былтыр едәуір прогресске ие болған боксшылар тізімінде мен оны Сұлтаннан кейінгі 2-ші орынға қоямын. Бұл сарымен жалғаса берсе Елшат келесі жылы өз дивизиондағы жапондардың гегемониясына араласуы мүмкін. Алдағы жекпе-жегінде оған жеңіс тілеймін. Соңғы кездері әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында Головкиннің рингке оралуы туралы көп жаза бастады. Бұған себеп болған Канело. Ол қазір Triple G-мен болған трилогия туралы арнайы фильм түсіріп жатыр екен. Бұл әлемдік бокста өз орны бар тарих қой. Үлкен платформалардың бірінің тапсырысымен жасалынып жатқан іс-шара болса керек. Міне осы фильмге қатысты сұхбаттардың бірінде ол 4-ші кездесу туралы айтып қалған. Осыдан кейін мексикалықтың сөзін іліп алып кеткен журналистер қазір тағы бір сынның боларын жарыса жазуда. Білмеймін, менің ойымша спорттық мінезде мұндай кездесу енді болмайды. Ал кейін шоу ретінде тағы бір рет қос боксшы шығып ақша жасып алуларына болады. Шынайы бокс пен Головкиннің арасы қазір қаншалықты алыстап кеткенін көріп жүрсіздер. Геннадий қазір тек қазақстандық спорт емес, сондай-ақ әлемдік бокспен де айналысуда. Сондықтан бұл әзірше жай әңгіме. Ал жылдар өте келе шоу бокс болуы әбден мүмкін. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.